Қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғызқұмалақ. Көненің көзіндей болған бұл ойынның 4000 жылдық тарихы бар. Адамдарды тәрбиелеу, олардың ой санасын шынықтыру, жетілдіру жолындағы қызық ой спорт түрлерінің бірі қазақтың математикалық тоғызқұмалақ ойыны. Тоғызқұмалақ әлемдік интеллектуалдық ойындардың озық үлгілерімен бой теңестіре алатын, ақыл-ойды дамытатын, адамның қабілетін арттырып, ми қызметін жетілдіретін зияткерлік ойын. Тек ойын ғана емес, оның танымдық әрі тағылымдық тұрғыда да, сондай-ақ спорт, өнер ғылым ретінде де маңызы зор болып табылатын қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақты ойнауға баршаңызды шақырамыз. Армысыздар, қадірменді қонақтар, қымбатты ұстаздар. Халқымыздың алтын қазынасы ұлттық ойын сүйер жастар. Добрый день, уважаемые гости и участники традиционной спартакиады. Сегодня мы собрались со всего Казахстана, чтобы определить лучших в национальной игре тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақтан Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары арасындағы дәстүрлі спартакиаданы ашық деп жариялаймыз. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениеттің кез келген үлгілерімен бой теңестіре алатын зияткерлік ойын. Ол ерте заманнан бастап қазіргі күнге дейін жалғасып келе жатқан ұрпақтар үндестігінің көрінісі. Тоғызқұмалақ помогает развивать деятельность мозга у подростков. Она имеет не только локальное и национальное значение, но и мировое. Тоғызқұмалақ не только развивает, но и дисциплинирует. Иә, Нұрсая, сөзіне толықтай келісемін. Бұған Назарбаев зияткерлік мектептерінде жыл сайын өтетін желілі спартакиада дәлел. Ендеше, еліміздің әр өңіріндегі зияткерлік мектептерден оза шауып, бәйге алуға жиналған ойыншылармен таныс болыңыздар. Астана қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа города Астана. Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления города Алматы. Шымкент қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления города Шымкент. Түркістан қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Актобе. Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления города Караганды. Астана қаласындағы халықаралық мектеп. Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Тарас. Қызылорда қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Уральск. Қостанай қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі.
Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления города Павлодар. Атырау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Талдыкорган. Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления города Көкшетау. Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления города Петропавловск. Өскемен қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления города Актау. Келесі кезекте ойын тізгінін бақылауда ұстап, әділ бағасын берер төрешілерді таныстырып өтейік. В судейскую коллегию входят признанные в стране виртуозы Тоғызқұмалака. Тоғызқұмалақтан Астана қаласының аға жаттықтырушысы Нұржан Қонарбаев. Старший тренер по Тоғызқұмалаку Жетісуйской области Бауыржан Шурин. Тоғызқұмалақтан халықаралық спорт шебері Медет Хұсайынов. Бармен базар қылып той тойлаған, уа пәлі, айхай заман, ой-хой заман. Жер ошақ, тай қазанда ет асылып, болыс кей самаурында шай қайнаған. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып, атасының да сүрін мақсат біліп. Қызыр қазақ қарайды қырбасынан, лақтырып шашуын сақ-сақ күліп. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып. Жорға болмаса, билік сәні келеме, осыдек көйлек кимесе, қыздың сәні келеме, осынарлық дереме, қантарасын денеге, басыңызда шаттанып, қара жорға дейіне. Ярасыл, а ты знал, что великий поэт Абай Кунанбаев внес большой вклад в развитие игры Тоғызқұмалақ? Он играл в Тоғызқұмалақ 2 дня и 2 ночи, не вставая. Қандай қызықты дерек десеңші, Нұрсая. Бұндай ақпарат біздің көрермендер үшін де маңызды болатыны сөзсіз.
Ендеше, ұлттық спорт түрлерін дәріптеуге арналған тың деректер айдарына кезек берейік. Абай Құнанбаев өз заманында ел ішіндегі тоғызқұмалақшылардың басын қосып ауылына жинаған. Ойын барысында Абай өзі тұлса, тақтай бағып, ойын қуған қу ұтады, ал өзі тұса, мый ұтады деп қасындағыларды күлдіріп отырады екен. Тараздағы қазба жұмыстары кезінде 10-12 ғасырларға жататын Өрнек қаласынан тоғызқұмалаққа арналған мүсіндеме табылған. Сондай-ақ тоғызқұмалақ тақтасының көз тимес, құлақ естімес, көкпен үндес, үндемес сияқты түрлері анықталған. Суреттегі көз тимес тақтасымен жаратылыстық құбылыстардың сырын білетін ең мықты болжампаз, құлақ естімес тақтасымен маусымды, амалды, жыл қайыра білетін, көкпен үндес тақтасымен жұлдыздарды сөйлете алатын ойыншылар ойнайды екен. Ал үндемес тақтасы ең қарапайым түрі. Онымен кез келген адам ойнай береді. В 2020 году интеллектуальная игра «Тогускмалак» была включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Құрметті спорт сүйер көрермен, сіздермен бөліскен бұл ақпараттар пайдалы болды деген ойдамыз. Да, Ярослав, ты прав. Знаешь, у меня появилась очень хорошая идея. Ведь каждый хороший спортсмен разминается перед долгим забегом. Давайте поиграем в очень интересную игру. Жалғас, сөз кезегі өзінде. Армысыздар, құрметті көрермендер. Тартысты бәйге алдында сіздерді қызықты ойынға қатысуға шақырам. Ойынға зияткерлік мектептің барлық оқушылары мен ата-аналар қауымы қатыса алады. Сұрақтың дұрыс жауабын тапқан алғашқы 3 адамға арнайы сыйлықтарымыз бар. Барлық жауаптар 11 қазан сағат 12:00-ге дейін қабылданады. Ендеше сұрақтарға көшейік. Тоғызқұмалақтан әлемнің 9 дүркін чемпионы, Тоғызқұмалақ туралы қазақ, орыс, ағылшын және түрік тілдеріне аударылған шеберлер талдаулары кітабының авторы, Блиц және классика форматындағы алдына жан салмайтын қазақ қызы кім? Ойынға қатысып, жеңімпаз атаныңыздар. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты достар, құттықтау сөз кезегін өткен жылғы Спартакиаданың жеңімпаздарына берейік. Мен Тараздағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. 2021 жылы тоғызқұмалақтан жарысқа қатысып чемпион атандым. Бұл жерде ең бастысы логиканың болуы және қобалжымау. Енді кейінгі қатысушыларға сәттілік тілеймін. Құрметті тоғызқұмалақтан желілік Спартакиада қатысушылары. Бұл ойын қажымас қайрат, терең логикалық ойлау және ойынға деген құлшынысты талап етеді. Біз Қызылорда қаласы зияткерлік мектебінің атынан барлық Спартакиада қатысушыларына сәттілік тілейміз. Жеңіс лайықты командаға бұйырсын. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Мен Павлодар қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Қажатұлы Ерасыл өткен жылғы желілік Спартакиаданың жеңімпазы боламын. Сіздерге ең алдымен тоғызқұмалақ ойынын насихаттағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Бүгінгі өтетін сайыс әділетті және жақсы өтетініне сенімдемін. Баршаңызға сәттілік. Дорогие друзья, на этом торжественное открытие сетевой спартакиады по Тоғызқұмалаку подошло к завершению. Желаем всем удачи и хорошего настроения. Барша ойыншыларға сәттілік тілейміз. Осындай жарқын күнінде жеңіс алаңында кездескенше. Сау болыңыздар!